Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері? Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық торттарға арналған аяз ата менен шыршаны жасап көрсететін боламын. Яғни біз осы вырубканың көмегімен жасайтын боламын шыршаны. Бұл шыршаны негізінде мен бір күн қатырып қоямын, осылай штамповка жасап. Сізде басқа да вырубка болса, соны пайдалансаңыз болады. Шоколадқа арналған вырубка болса да дәл осындай пайдалансаңыз болады. Бұны енді сіз бір күн қатырып қойсаңыз болады. Өйткені дәл осылай қату үшін мен кеше жасап дайындап қойдым. Енді біз аяз атаны жасаймыз. Астына ақ қар ретінде осындай мастиканы жайып, оны осындай домалақ вырубкаменен шығарып аламын. Қара мастикамызды аламыз. Бұл аяз атаның өте оңай жолы жасалу. Енді біз осыған аяз атаменен осы шыршаны ұстап тұрған күйде жасайтын боламыз. Аяз атаны мен осы ақ мастиканың үстіне орналастырамын клейлеп. Одан соң аяқ киімін жасаймыз. Осылай домалақтап жасай салсаңыздар болады. Бізде басы, бұл аяз атаның сақалы.
көзі. Бас киімін жасаймын. Мына, енді қолын жасамастан алдын біз жанына елкамызды, қатқан, дайын болған елкамызды жабыстырамыз. Осылай орналастырдым. Құлап кетеді десеңіздер, осы елканың артына мастикаменен осылай жабыстырып қойсаңыз болады, құлап кетпеу үшін. Міне. Енді Аяз атаның қолы ғана қалды бізде. Екінші қолын елканы ұстап тұрған күйде жасайтын боламыз. Жалғап осылай. Осылай. Көрініп тұр деп ойлаймын. Осылай елканы ұстатып тұрған етіп жасай саласыздар. Елкамызға түрлі түсті мастикаларды жапсырсақ болады. Енді мына жерге неше түрлі вырубкалармен снежинка жасап, не болмаса осындай бусинкаларды жылтыр әдемілік үшін осылай жасасаңыздар болады. Міне біздің жаңа жылдық тортқа арналған Аяз атамызбенен шыршамыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Әрі тез, әрі оңай, әрі өте әдемі. Егер де менің видеороликтерім сіздерге ұнаған болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.